кешірім сұраймын, айып етпеңіздер, сұхбатымызды жалғастыра алмаймын. Неліктен дәрігер түсірілімді тоқтатуды талап етті? Бізге рұқсат беру керек қой. Шымкент жүрек орталығындағы көпшілікке жабық аймақтың сыры неде? Сізге болмаса операция болмайды. Өмірімізді қайтарды ғой десек болады ғой. Бұл жалғыз бармыз. Жүрекке жасалатын күрделі отаның арғы жағында қандай жауапкершілік жатыр? Бар шындық адал азамат бағдарламасында. Ардақты ағайын, сіздермен бірге эфирде өз ісіне адал, өз кәсібіне жауапты жандардың бір түндік тыныс тіршілігін таныстыратын, бірге өткізетін адал азамат бағдарламасы. Түнгі кезекшілік туралы бағдарлама неге күндіз түсіріліп тұр деп ойлап тұрған шығарсыз. Бірақ Шымкенттің жазы осындай. Сағат тілі 19:00-ден асса да әлі күн өз ұясына толық батқан жоқ. Бірақ біз уақытқа қарамаймыз. Себебі біздің бүгінгі кейіпкер ақ халатты Абзалжан. Олай болса, бізбен бірге болыңыздар. Бүгінгі кейіпкеріміздің еңбек ететін мекені ол көптеген жандардың кеудесіндегі соңғы үміт отын жаққан, ажалдан арашалаған киелі мекен десек те болады. Білесіз бе, бұл жерде оталардың күрделілігі сонша 5 сағат пен 12 сағаттың арасында жасалады екен. Бұл қай жер деп тұрсыз ба? Бұл әрине Шымкент қаласындағы жүрек орталығы. Бірақ бәрі бірден осылай басталып кеткен жоқ. Әділет телеарнасының түсірілім тобы боламыз. Бүгін сіздердің орталықтарыңызда біз Ермұхан Ержанов деген кісіні түсіруге келдік. Сол кісімен бірге біз бүгін кезекшілікке түсеміз. Ішке кіре берсек рұқсат па? Рұқсат алып сұрауламыз керек. Рұқсат таппай ма мен? Дәрігерден. Бізге рұқсат беру керек қой. Вот қазір сіз хабарласып сұрасамыз. Бұл мекемеде тек дәрігерлер ғана емес, қауіпсіздік қызметі де өз міндетіне үлкен жауапкершілікпен қарайды. Түсірілім тобы бірден ішке өте алмады. Алдымен құжаттарымыз тексеріліп, барлық қауіпсіздік талаптары сақталды. Өйткені мұнда әрбір науқастың өмірі, жеке қауіпсіздігі бәрінен маңызды. Байқайсыздар ма? Аурухананың дәлізі тып-тыныш. Күндіз келсеңіздер, бұндай тыныштыққа көз жеткізе алмайсыздар. Ал біз кейіпкерімізге жеткенше, ол кісімен жақынырақ таныса тұрыңыздар. Мінекей, құрметті көрермендер, кейіпкерімізге жақындап қалдым. Сонымен біздің кейіпкерге де келіп жеттік. Саламатсыз ба дәрігер, қал жағдайыңыз қалай? Алдымен біздің түсірілімге рұқсат беріп, бүгінгі кезекшілігіңізді бізбен бірге өткізуге рұқсатыңызды берген үшін көп алғыс айтамын. Мен көрермендермен амандасып қойдым. Өзіңіз де бір халықпен амандасып қойсаңыз. Армысыздар ма, құрметті көрермендер? Бүгінгі біздің кезекшілік барысында мен қысқаша түрде Шымкент жүрек орталығының жансақтау бөлімімен қысқаша таныстырғым келіп отыр. Бұл кардио орталықтағы кардиохирургиялық бөлім ең алғаш рет 2009 жылы ашылып отыр. Сонымен бірге ол кардиохирургиялық анестезиология және реанимация бөлімі де қоса бірге ашылған болатын. Алғашқы жылына біз шамамен 700-ден аса жүрекке ашық түрде оталар жасалып жатады. Оталардың ішінде бізде жиі жасалынатын аорта коронарный шунттау операциялары болып саналады.
сондай-ақ жүректің ересектерге туа біткен ақауларын және де жүректің жүре пайда болған клапандық ақауларды хирургиялық жолмен емдеу әдістері болып саналады. Сондай-ақ бізде жаңа заманауи операциялар, инновациялар жылдан жылға қосылып жатыр операциялар. Ол соның ішінде жүректің жетіспеушілігінің терминалды сатысында имплантация элват дейді, механикалық қондырғы насостар. Бұл жүрек сол қаншасына орнатылады. Сонымен қатар басқа да қосымша операциялар, ол жүректің үлкен қолқасына жыртылуының кезіндегі операциялар, сондай-ақ түрлі интервенциялық операциялар, стенд, коронарлы артерияларға стенд орнату, сондай-ақ аритмологиялық түрлі операциялар жасалынып жатады. Және де басқа да көптеген операциялар біздің қабырғамызда жасалынады орталығымызда. Аға, көп рахмет. Аға дей берсем айып етпеңіз енді. Үйреніп қалғанымыз ғой, аға деп. Қысқаша бізге осы орталықпен таныстырып, қандай ота түрлері бар екенін айтып өткеніңіз үшін көп рахмет. Әрине, құрметті көрермендер, өздеріңіз байқап тұрғандарыңыздай, енді дәрігерлерге сәл де болса ұқсайын деп, ақ халатымды киіп, жайлы аяқ киімді киіп келген жайым бар, байқадыңыз ба аға? Иә, енді аға, осы бұрын кішкентай кезімде менде мынандай бір сұрақ болатын тұғын ғой. Неге дәрігерлер үнемі жайлы аяқ киім, резеңке аяқ киім киіп жүреді деген ой болатын тұғын. Енді бертін келе түсіндік қой, бірақ кейбір адамдарда әлі сондай ой болуы мүмкін дегендей. Осы туралы түсіндіріп беріңізші, неге медицина өкілдері үнемі жайлы аяқ киім киіп жүреді? Менің тіліммен айтқанда тәпішке киіп жүреді. Ең бірінші кезекте бізде асептика, антисептика саласында, мысалы, біз жансақтау бөлімінде істегеннен кейін қатаң түрде сақтауымыз қажет. Сыртқы ортамен, мысалы, айтып жатырсыз ғой, аяқ киім, тек аяқ киім емес, бізде спецификалық формаларымыз бар. Арнайы жабдықталған бүкіл кардиоорталық қамтамасыз етіп отырады толығымен. Сонымен және аяқ киім ол таза болу керек, сыртқы ортамен байланыс болмау керек, таза күйінде жүргізу керек. Осы форма жайында айтып кеткім келеді. Мінекей көрдіңіздер ме, көрермендер, кейде біз мән бере бермейтін ұсақ түйектің өзінде үлкен мән бар. Дәрігер, енді сіздердің кезекшілігіңіз неден басталады? Шынымды айтсам, өте қатты қобалжып тұрмын. Кезекшілікті бастаймыз ба? Жүріңіздер, көрсетейін. Жүріңіздер. Шынымен достар, өте қатты қобалжып тұрмын. Мен бұл орталыққа бірінші рет кіріп тұрмын. Сіз қанша жылдан бері осы жерде жұмыс істейсіз? Менің еңбек өтілім 18 жылдай осы кардиохирургиялық анестезия реанимациясында жұмыс істеп келемін. Ал енді дәрігер, сіздің бүгінгі кезекшілігіңіз неден басталады? Сол қызық болып тұр. Біз қазір қай жерге келдік? Біз қазір жансақтау бөліміндеміз. Жалпы бізде жансақтау бөліміміз 6 төсектік орынға лайықталған. Бұл жерде негізінен бізде кардиохирургиялық оталардан кейінгі науқастар жатады. Алғашқы тәуліктер және де толығымен профильді бөлімшеге ауысқаннан кейін, толық тұрақталғанға дейін, жағдайы дұрысталғанға дейін, осы реанимацияда жансақтау бөлімінде ем-домын алып шығады. Қалай жағдайын дұрыстаймыз, бәрі тұрақты күйге келгеннен кейін науқастарды біз палатаға ауыстырамыз. Енді көбісі сіздерді былай ойлайды, наркоз салады, болды, бұл кісілердің жұмысы бітті дейді. Демек, наркоздан кейін, наркоздан ояну да сіздердің міндеттеріңізге кіреді ғой, Әрине, біздің ең басты тек наркоз беріп қана қоймай, оның ары қарай өзінің есін толықтай жинап, ешқандай асқыну болмай, өзіне келгенше біз толықтай оның науқастардың жағдайына қараймыз. Гемодинамикалық жағдайлары, анализдерін көреміз, бақылаймыз, қадағалаймыз. Сондай-ақ басқа да болуы мүмкін, асқынулар кездесуі мүмкін бізде. Барлық 100% жағдайда толық идеально өте бермейді. Кей кезде асқынулар кездесуі мүмкін. Соның болдырмау шараларын жасаймыз.
егер болып жатса, соны толығымен тұрақтандырғанша атсалысамыз сол жұмыста. Енді рұқсат болса, ана аппаратқа жақындасақ бола ма? Иә, осы аппарат маған қызық етті. Мына аппарат қазір пик-пик деген дыбыс шығарып тұр, дұрыс па? Осы бір қалыпта тұр ғой қазір. Осы не түсіп кеткен кезде, немесе жоғары көтеріліп кеткен кезде қандай іс-шара қолданасыз? Бізде мониторинг жүргізіледі. Біріншіден давлениесі, кардиограммасы. Кардиограмма жүректің электрлік белсенділігін тіркейтін зерттеу әдісі. Ол жүрек ырғағын, жүрек соғу жиілігін және жүрек жұмысындағы кейбір ауытқуларды анықтауға көмектеседі. Пульсоксиметрия. Пульсоксиметрия қандағы оттегінің қанығу деңгейін және жүрек соғу жиілігін арнайы құрылғы арқылы өлшеу әдісі. Бұл әдіс ағзаның оттегімен қамтамасыз етілуін бақылауға мүмкіндік береді. Инвазивті артериал давлениясын қадағалаймыз. Инвазивті артериялық қысымды бақылау. Артерия ішіне арнайы катетер енгізу арқылы қан қысымын үздіксіз және дәл өлшеу әдісі. Әдетте ауыр жағдайдағы науқастарды ота кезінде немесе қарқынды терапия бөлімінде бақылау үшін қолданады. Кардиограммадағы өзгерістер, мына өмірге қауіпті аритмиялар болуы мүмкін. Өмірге қауіпті аритмия жүрек ырғағының ауыр бұзылысы. Ол жүректің қан айдау қызметін төмендетіп, адамның өміріне қауіп төндіруі мүмкін. Мұндай жағдай шұғыл медициналық көмекті қажет етеді. Ол кезде де бізде өзіміздің диагностикалық емдік шаралар болады. Әр жағдайда өзінің көрсеткіштері болады. Мысалы, қандай жағдайда не істеу керек деген критерийлер бойынша, соптар бойынша, алгоритмдер бойынша, мына ол халықаралық нелер бар, гайдлайнстар бар. Солар бойынша жұмыс істейміз, мысалы, америкалық, европейский, солар бойынша не істеу керек, қандай жағдайда қандай көмек көрсету керек деген сияқты болуы мүмкін. Жансақтау бөліміндегі тіршілік бір сәтке де тоқтамайды. Мұнда тәулік бойы науқастардың жағдайын үздіксіз бақылап отыратын тағы бір маңызды буын бар. Олар мейіргерлер. Әр монитордағы өзгерісті дер кезінде байқап, дәрігермен бірге әр секунд үшін көрсететін де осы мамандар. Еркежан Бақытқызы, Шымкент жүрек орталығының жансақтау бөлімінің мейіргері. Жағдайыңыз қалай, амансыз ба? Рахмет, жақсымын. Бүгін сізде түнгі кезекшілікке түстіңіз бе? Иә, бүгінгі түнгі кезекшілікке келдім. Жалпы осы жерде жұмыс істеу қорқынышты емес пе? Жоқ, басында қорқынышты болған, әрине қазір үйрендік, оңай өзімізге. Енді жауапкершілікпен қараймыз, реанимация болғаннан кейін. Құпия түрде, жасырын түрде бір нәрсе сұрасам бола ма? Енді сіздер ауруханадағы ең қысымы жоғары аймақтарда тұрсыз ғой? Осы жерде жұмыс істейсіз. Осы қарбалас уақытында, осындай түндерде кішігірім болсын ұйықтап алатын кездеріңіз бола ма? Жоқ, ондай кезіміз болмайды. Себебі бізде 24 сағат бойы мониторда пациент жатады. Біз жауапкершілікпен қарағаннан кейін ол ұйықтау болмайды бізде. Гүлмира Исабекова, Шымкент жүрек орталығының тазалық қызметкері. Медициналық орталықта тазалық пен санитарлық талаптардың сақталуын қамтамасыз ететін бөлімшелердегі қауіпсіз және қолайлы орта қалыптастыруға үлес қосатын қызметкер. Жұмысыңызды не істеп жатсыздар ке? Не толтырып жатсыз? Бағанан бері көрем, бір нәрсе толтырып жазып жатсыз, не жазып жатсыз? Бізде жұмысқа келгеннен кейін барлық жұмысты тексеріп алып, қабылдап алдым деп кезекшілік тетрадтарды толтырып жазамыз. Содан кейін барып, ары қарай жұмыстарымызды істейміз. Соны қабылдап алғандарын бәрін мәтінге қойып, мына жұмысты алдым, мен мына жұмысты істейміз деп графиктерді журналдарға жазып тексеріп алып отқан кезі. Бәсе қарайым, бағана былай өтсем бір нәрсе жазып отырсыз, былай өтем бір нәрсе жазып отырсыз. Бұл кісі не жазып отыр деп едім? Кешкі кезекшіліктерді қабылдап аламыз. Ертең азанда сол бойынша, тетрад бойынша жұмыстарымызды өткіземіз сестра казакилерге. Рахмет әпке, түніңіз тыныш өтсін, сәттілік, жаза беріңіз. Масладық сізді. Рахмет көп. Жақсы, өте беріңіз. Ал біз әрімен қарай жалғастырамыз.
біздің кардио орталығымызда анестезиолог реаниматологтармен қоса кардиохирургтар да түнгі кезекшілікте қалып отырды. Себебі бізде 24-7 болғаннан кейін қызмет көрсету кейде болады, шұғыл түрде операция жасау қажет болады. Сол кезде уақыт жоғалпай біз операцияға алып жатамыз, мысалы да. Түрлі операциялар болуы мүмкін. Жаңа айтып кеткен аортокоронарлық шунтирование операциялары. Сол мақсатта бұл командалық жұмыс болып саналады. Бүкіл мамандар жиналып осы орталықта болады, бірден уақыт жоғалтпай операция бастап кетеміз. Науқастардың өмірін сақтап қалу үшін, өмірін арашалап алу үшін жасалынады. Енді рұқсат болса, командаңыздағы бір дәрігермен тілдессем бола ма? Кірсеге? Саламатсыз ба? Дәрігер қалайсыздар? Амансыздар ма? Жұмыстарыңыз қалай? Бүгін түнгі кезекшілікке түсіпсіз. Кезекшілігіңіз қалай өтіп жатыр? Жақсы. Қазір ше таптыныш, бізде қазір жоғарыда обход жасап, отделение обход жасап, ары қарай жұмыс жалғаса береміз. Негізі біздің мамандықта мынандай ырым бар да, тыныш деген сөзі, сосын бүгін кешке съемка жоқ деген сөзі айтуға болмайды. Сіздерде ондай жоқ па? Жоқ, ондай бізде жоқ. Ондай ырымдар сенбейсіздер ғой. Сенбейміз. Енді сіз бүгін кезекшілікке қай уақытта келдіңіз? Біз азаннан бері. Азаннан бері жүрсіз ба? Азаннан бері біз күндіз біз операциядамыз, кешке қарай уже науқасын жоғары қараймыз оларға. Ертең қай уақытта үйлеріңізге қайтасыздар? Ертең Құда қаласа аман-есен сменаны тапсырып, таңертең басқа врач уже келеді мен орнына. Былайша айтқанда 24 сағат аяқтарыңыздан тік тұрып қызмет етесіздер ғой, дұрыс па? 24 сағат бойы біз науқасқа қараймыз. Анестезиологтың қаншалықты маңыздылығы бар? Анестезиолог болмаса операция болмайды ғой. Анестезиолог болғанда олар түнде анестезиолог болып істейді и реаниматолог болып істейді. Сояқта жоғарыда қазір 6 больной жатыр. Оларға послеоперационный бәрі науқастар олар қарау керек. Гемодинамикасын бәрін, КШС деген анализдерін. Кейбір науқастар әлі ИВЛ аппараты жатыр. Соларын олар бәрін реттеп, азынға дейін олар бәрі реттеу керек науқастардың. Поэтому олардың жұмысы өте ауыр, өте маңызды ауыр. Жаңа өзіңіз айтпақшы, бізде ондай ырым жоқ дедіңіз ғой. Енді мен сонда да айтып өтейін. Түніңіз тыныш өтсін. Кезекшілігіңізге сәттілік. Рахмет. Бөлімшеде сондай-ақ бізде палаталармен қосымша экспресс зертханамыз бар. Ол жерде экспресс зертхана анализдерді жасап отырады. Ол қандай анализдер ол бізде қажетті газометрия, коагулограмма, сондай биохимиялық анализдер, бізге қажетті анализдер бәрін осы лаборатория арқылы біліп отырамыз, анықтап. Кіріп көрсек бола ма? Иә. Маскамды алып, мен антисептикпен тазалап алайын бір, Зертханамыз соңғы заманауи үлгідегі аппараттармен жабдықталған. Жаңа айтып кеткен барлық анализ түрлерін жасап, біздің жұмысымызға жеңілдіктер туындатады. Барлық анализдерді жылдам түрде жасалынады. И керек бізге ол науқастардың емі үшін, коррекция жасау үшін қажет болып саналады. Сатыбалды Балнұр, Шымкент жүрек орталығының зертхана мейіргері. Зертханалық зерттеулер жүргізу барысында пациенттерден биоматериал алу, зертханалық үрдістерді ұйымдастыру және медициналық талдаулардың сапалы орындалуын қамтамасыз етуге қатысатын медицина қызметкері. Отделенияда науқастардан әр сағатта КШС анализ алынады. Және де бізде приемный покойда скорыйдан келген пациенттерге тропонин анализ алынады. Тропонин анализі ол жүрек ауруының диагнозын қойып береді. Сіз бүгінгі түнде сонда осы орталықтағы бүкіл пациенттің анализін алып шығасыз? Иә. Қиын емес пе? Жоқ. Кешкісімен ауысамыз, таңнан кешке дейін, кештен таңға дейін. Бүгін қаншада келдіңіз? Бүгінгі уақытым 17:30. Ертең азанда қай уақытта шығасыз? 8:30-да шығамыз. Рахмет, іске сәт. Түн тыныш өтсін.
жүрекке операция жасаған кезде, ашық түрдегі операциялар, кей жағдайларда болады, көп мөлшерде қан жоғалтулар болуы мүмкін. Сол кезде біз қан компоненттерін құюымызға тура келеді. Бізде оған трансфузия кабинеті арналған, мысалы, өзінің тоңазытқыштарында сақтау режимдері бар. Мысалы, плазма, қан, тромбомасса, соларды уақыт жоғалтпай трансфузия жасап отырамыз. Операция кезінде өте көп мөлшерде қан жоғалтып жатса, науқастың өзінің қанын, селсейвер деген аппарат бар, соны өзін жуып, қайтып өзіне қайтарып беруге мүмкіншіліктер бар. Ондай да жағдайлар болады. Былайша айтқан кезде орталығымыз дамып кеткен десеңіз болады ғой, дұрыс па? Орталықта соңғы үлгідегі инновациялық технологиялар, әдістер бізде енгізілген. Бізде мынау жақын арадағы немесе шетелдегі атап айтсақ, мынау UMC ұлттық кардиохирургиялық ғылыми орталықпен тығыз түрде жұмыс жасап отырамыз. Аға, кезекшілігіңіз қай уақытқа дейін жалғасады? Кезекшілігіміз таңғы 8:30-ға дейін жалғасады. Қазір кешірім сұраймын, айып етпеңіздер, сұхбатымызды жалғастыра алмаймын. Себебі қазір мені шұғыл түрде операцияға шақырып жатыр. Рұқсат болса мен барайын. Әрине, сіздерге зиянымыз тимесе болды. Рахмет көп-көп. Міне, құрметті көрермендер, өздеріңіз көп тұрғандарыңыздай, біздің бүгінгі кейіпкеріміз шұғыл түрде ота жасауға кетті. Қалай болғанын алдағы уақытта айтатын боламын. Шұғыл ота әр секунд адам өмірі үшін шешуші сәт. Осындай жауапты уақытта анестезиолог-реаниматологтың кәсіби шеберлігі ерекше маңызға ие. Ол науқасты қауіпсіз түрде наркозға енгізіп, ота барысында тыныс алуын, жүрек соғысын және барлық өмірлік маңызды көрсеткіштерін үздіксіз бақылауда ұстайды. Кез келген күтпеген жағдайға бірден әрекет етіп, өмір үшін күреседі. Көрермен көзіне көп түсе бермейтін осы маманның дәлдігі, білімі мен батыл шешімдері, сәтті операцияның және аман қалған адамның өмірінің басты кепілі. Біздің бүгінгі кейіпкеріміз шұғыл түрде ота жасауда, ал мен уақытты жоғалтпай, ол кісінің емдеп шыққан науқасымен тілдесуге келдім. Аға, саламатсыз ба? Кеш жарық, қалыңыз қалай? Қалым өте жақсы. Бүгін 3-ші күн. Аласымды жаудырам ғой, осындай аяққа тұрғызып, бұл өмірімізді қайтарды ғой десек болады ғой. Жаңылыспаймыз. Дұрыс айтасыз аға, енді мен сіздің мазаңызды көп ала бермейін, тезірек сауығып кетіңіз. Енді бүгін біз осы жүрек орталығында кездесіп тұрсақ, келесі жолы міндетті түрде тойда жолығайық аға. Аман болыңыз аға, түн тыныштығын берсін, жақсы сау болыңыздар. Сендер сияқты қыздарымыз, балдарымыз жариялап жүрсе, бізге қуанышты ғой. Жақсылықты жасамау керек. Рахмет сендерге. Рахмет аға, сау болыңыз, аман болыңыз, тез сауығып кетіңіз. Кейіпкеріміздің бүгінгі кезекшілігі оңай басталған жоқ. Шұғыл ота 5 сағатқа созылды. Осы уақыт ішінде дәрігер науқастың өмірі үшін өзінің бар тәжірибесі мен кәсіби шеберлігін жұмсады. Себебі ота аяқталғанымен адам өмірі үшін күрес мұнымен тоқтамайды. Юрмұхан дәрігер, жүрегімізді қолымызға ұстап тұрдық десек қате болмас. 5 сағатқа жуықтаған отаңыз қалай өтті? Қазір біздің Шымкент жүрек орталығына жедел түрде науқас келіп түсті. Ол
жіті коронарлы синдроммен толықтай тексеруден өткізіп, тексеру нәтижесі бойынша коронарографияда жүрек тамырлары 3 тамырынан да тарылулар байқалған, және де сондай-ақ шұғыл операцияны қажет ететін ол жүректің сол тәжі артериясының жедел түрде тарылуы байқалып отыр. Біз шұғыл түрде операцияға алдық. Аорта коронарное шунтирование, 3 тамырына шунт қойылып, жасанды қан айналым негізінде операция сәтті өтіп шықты. Қазір енді науқас жансақтау бөліміне ауыстырылды. Жағдайы бір қалыпты. Дәрігер бүгінгі түнгі кезекшілікті нәтижелі жетістікке толы болды деп айта аламыз ба? Командалық жұмысымыздың арқасында науқас дін аман қалды. Бұл біздің көрсеткішіміздің жоғары деңгейі болып саналады. Мінекей, тағы бір кезекшілікті артқа жібердік. Осынау бір түннің ішінде біз өмір мен өлімнің арасындағы тартысты, пациенттің палатаға шығып, осы жарық дүниеге білдірген ризашылығына куә болдық. Бұл дегеніміз адал азамат бағдарламасы өз мақсатына жетті деген сөз. Олай болса, келесі кездескенше. Еліміз тыныш, әрбір қазақстандықтың жүрегі тек бақыттан ғана соқсын. Олай болса, біз оператор екеуміз ұйықтауға кеттік. Сау болыңыздар!